Қайырлы күн, достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын ватрушкидің рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жып-жылы, қатты жылы сүтімізді құйып, үстінен еріген сары майымызды саламыз. Менде қолдың майы. Және үстіне қант саламыз. Тұз саламыз және ашытқы саламыз. Ашытқының срогы өтіп кетпеген жақсы түрін қолданғандарыңыз дұрыс. Және үстінен бір жұмыртқа салып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырдың шетінен осылай ұнын салып, жұмсақ қылып илеу маңызды. Себебі булочки енді қамыры жұмсақ болу үшін. Шетінен, үсті видеодағыдай мен сияқты шетінен қоса отырып илесеңіздер, бәрін бірге салмай жұмсақ болып шығады. Және бетін жауып, ашығанша 1 сағатқа қоя тұрамыз. Мен үстіп пищевой пакетпен орадым. Менде 1 сағатта көтеріліп шықты, және мен бір рет басып, қайттан көтерілуге қойып қойдым. Енді осы қамырымызды орнымызға қойып, бірнеше бөліктерге көз мөлшермен немесе мен сияқты таразының көмегімен өлшеп алсаңыздар болады. Мен 85 граммнан бөліп алдым. 17 штук шықты. Енді әсел печка, кез келген печканың осындай ыдыстарына дөңгелек етіп қойып қоямыз. Жарты сағат көлемінде тағы да көтерілуі керек. Көтерілгеннен кейін мен сияқты осындай стаканның көмегімен немесе қолдың көмегімен ортасын басып шығамыз. Видеода анықырақ байқасаңыздар, қаттырақ басқам қолыммен, себебі көтеріліп кетуі мүмкін. Қолмен басқандарыңыз дұрыс сияқты, енді әркім өз қалауы бойынша жасап шығады. Осы рецепт бойынша менде 17 штук шықты ватрушкидің. Енді творогымыздың сапалы, жақсысын, дәмдісін алғандарыңыз дұрыс, енді әркім әрқалай. Енді осы салмасына үстіне бірінші қаймақ саламыз. Менде қолдың қаймағы, және дәміне қарай шекер қосасыздар. Шекерін өздеріңіз қалауларыңызша, жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп, бірінші ағын осы салмаға араластырып жіберемін. Ал сарысын бетін жаққанға алып қалдым. Енді үстіне біраз қасық ұн салып жердім. Себебі ағып кетпеу үшін осыны жақсылап араластырып алыңыздар да, бағанағы булочкиміздің ішіне салмасын салып шығамыз. Әдемі формасын жасап, менің каналымды тіркеліп қойыңыздар, лайк басып, комментарий жазып, тағы да қандай видеолар салсам болады, сол туралы жасаңдар болады. Енді осылай бәрін видеодағыдай салып болған соң, бетін бағана алып қалған жұмыртқаның сарысымен бетін жақсылап жағып шығамыз. Одан кейін мен штрудель деген интернеттен қарап көрсеңіздер болады, қалай жасалу керек екен. Осыны алдын ала дайындап қойған едім, соның бетіне сеуіп шыға салдым. Оған 15 грамм қант, 15 грамм май және 30 грамм ұнды араластырып жіберіп, осындай жасасаңыздар болады. Міне қарасаңыздар, өте жұмсақ, прям күшті, воздушный, дәмді болып шығады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Отбасыларыңызды қуантып жасап көріңіздер. Менің каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Бұдан кейін де күшті видеолар күтіңіздер.